Ассалаумағалейкум барша қазақ елі, қазақстандықтар. Бүгін 22 наурыз 2025 жыл жалпы наурыз мерекесі Ордабасы ауданы бірліктің бастауы ынтымақ ыдырамаған бекем керемет елде мына жазира далада өтіп жатыр. Жанымда тұрған арда туған азамат, ана сүтін ар емген Ислам Әбішев ағамызды осы мерейлі тойда кездестірдік аға. Көргенімізге қуаныштымыз. Бақытжан Көпбаевтың ақпараттық агенттігі біз қызметке келіп осы жерде тойды өздеріңізде азаматтардан сұхбат алсақ деп жатырмыз. Бір ауыз құттықтау айтсаңыз. Енді бүкіл Ордабасы халқын, жалпы бүкіл қазақ елін мынау наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Биылғы наурыз қазақ еліне көптеген бір жақсылықтар әкелетін бір нышан бар сияқты. Оны әрбір адаммен кездескенде ол адамдардың көңілдеріндегі, жүректеріндегі жылылықтан сезінеміз. Бүгін мынау Ордабасы ауданының Ордабасы тауының басында қарасаңыз бүкіл бір қала көшіп келген сияқты. Бір кемінде бір 40-50 мыңдай адам бар сияқты. Мұның өзі халықтың көңілінің көтеріңкі екендігін, жүректерінің орнында екендігін, ауызбіршілік ынтымағының бар екендігін көрсетеді. Сондықтан да мынандай бір тілек білдіргіміз келеді. Еліміздің бірлігі ыдырамасын, ынтымағы мол болсын. Барлығымыз бір басшы, қалғанымыз қосшы болып, еліміздің, жұртымыздың болашағын жоғары деңгейде болуына еңбек етейік. Еліміз мәңгілік елге айналсын. Аумин. Бәрекелді ардақты ағайындар, игі жақсыларымыз Ислам ағамыздың керемет батасымен мінекей наурыз тойымыз жалғасын табуда. Бата бақтың бастауы өркендеп, өсіп, көркейіп, осы мемлекет басшысы президентіміз айтқандай, осы бірлік бар жерде, ынтымақ бар жерде қырылысуға емес татулыққа, алысуға емес жақсылыққа ұмтылуды Алла нәсіп етсін. Рахмет. Бақытжан Көпбаевтың ақпараттық агенттігі.